Кырымдатарларның етекчелерінден бірі Ахтем Чийгоздың іші бойынша махкеме тақиқаты сонуна еткен. Бұны адвокат Николай Полозов білдірді. Мұнақашаларының августның 7-сінде кечірілмесі планлаштырыла. Хатырлатам, Меджлис рейсінің муавинының 2015 сенесі январь айында тұтып алдылар. Оны 2014 сенесі февраль 26-сында Қырым парламенті янында күтлеви низамсызлықның тешкіл еткенінде қабатлай. О вақыт Украин фаиллері ве Русия тарафдарлары арасында чатышмалар юз берді. Так званий суд, який зараз відбувається в Криму, він є неправомірним. O saxta mahkeme kanunsuzdur. Çünkü Ukrayna vatandaşını Ukraynada olup geçken adiseler için mahkemeye teler. Putin'nin böyle fikrine göre 2014 senesi fevral 26'sı. Bu konu şimdiki Rusya'da da Kırım üzerinde Ukrayn kanuniyetinin vakti olarak tanıylar. Onların fikrine göre Kırım'ın saxta referandumdan son nezaret eteler. Ama hepsi bir. Ukrayna vatandaşını Ukraynada olup geçken vakalar için mahkemeye teler.